сериалдың аты «Өмір». Бұл бізде басты кейіпкер, оның аты Перизат. Бетімді жуып келейін. Енді бетімді жуайын. Болдым. Аузымды сүртейін енді. Менің жаңадан алғам. Бұнымен ауыз шайсақ, ауызымыздың есі күшті болып шығады, ауыздан ес. Енді душқа түсіп алайын. Рахаттанып қалдым ғой біраз. Енді таңғы ас жасайтын боламыз. Бүгін таңға менің жай лапша жасайын. Бүгін енді лапшаға біраз көкөністер қосайын. Тамақ пісіреміз енді. Алдымен біз болған көкөністерімізді саламыз, одан кейін лапша саламыз. Енді тамағымыз да пісті, енді саламыз. Болды. Енді қазір тамақтанамыз. Енді блини пісірайын. Мінекей пісті. Дәмді, сондай. Енді біраз кофе ішіп аламын. Барып музыка қосып қояйын. Күшті болды. Лапшада біраз дәм жоқ сияқты. Мен барып ашты алып келейін. Болды. Енді тамақты басайық. Мінеге біраз нутелла шоколад жағып жейік. Тойдым, енді ана блини артық болып қалдық. Холодильникке салайын. Ыдыстарды жинап жуу керек. Ыдыстарды жуып тастадым, енді барып киімді ауыстырып, жұмысыма барайын. Бүгін қандай киім кисем болады? Шкафымды ашып көрейін. Бүгін жұмысқа баратын болғандықтан қара юбка и осыны киейін ба, әлде басқасын киейін ба? Бопты, екеуіне киіп көрейін. Сендердің ойларыңызша қайсы әдемірек, айтыңдар. Бізде бұл біріншісі, ал бұл екіншісі. Мен екіншісін таңдадым. Енді барып шашымды кептіріп келейін. Шашымды кептірейін. Енді макияж жасаймыз.
Менің жаңадан алған кремім бетке маған өте жақсы. Келесі мынандай. Және мынандай өте күшті. Ал бұл біздің аяқтарымызға жағамыз. Келесі бізде помада. Мен бүгін осы помаданы жағам. Бұл өте біртүрлі болып кетті, сондықтан басқасын жағып көрейін. Бәлкім мынау. Меніңше осы болады. Әдемі болды. Енді келесі бізде туфли себу керек бізге. Осы туфли маған қатты ұнайды. Болды. Енді бізде келесі күннен қорғайтын жағамыз. Сосын ең соңғысы бейби крем. Болды. Осымен біздің макияжымыз. Мен тағы да бірдеңе ұмытып кеткен сияқтымын. Және мынау. Болды. Осымен біздің макияжымыз аяқталды. Келесі аксессуар. Бүгін біз мынандай сырға тағып көрсек қалай болады екен? Жоқ, бұл тойға барғанда тағуға арналған сияқты менің ойымша. Бәлкім мынау. Бұл да болмайды. Мынаны тағып көрейік. Осы болды. Сағат қанша болыпты? Сағат 8:30 болыпты. Біз 9-да жұмысқа барамын. Енді келесі бізде аяқ киім. Осындай аяқ киім маған қатты ұнайды. Келесі бізде очки. Қайсын тақсам болады екен? Бірінші очки. Ал бұл екінші очки. Сендердің ойларыңызша қайсы нормально? Менің ойымша мынау нормально сияқты, бірақ мынаны тағып көрейін бүгін. Келесі бізде маска. Осындай қара маска тағып жүремін мен. Енді біраз отыра тұрайын. Ұйқым келіп кетті ғой, біраз кофе ішіп алайын. Болды. Кофе өте күшті. Жұмысқа барғанға кофе құйып алайын. Болды. Енді жұмысқа барғанда тамақ салып алайын. Бағанақтағы асып қалған блини. Содан кейін бір сосиска. Сосиска қатты ұнайды. Келесі бізде мынандай тәтті. Сосын маған кофе. Бір жеміс алайын. Үстіне мынандай өзімнің мамам істеп берген біраз көкөністер. Болды. Сағат как раз 9 болайын еді. 8-ден 40. Енді тамағымды сумкаға салып алайын. Енді үйден шығамыз. Всем пока.